Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге тоңғандардың өте ерекше момысай деп аталатын тағамын бөлісетін боламын. Өте ерекше дәмді әрі жұмсақ тойымды болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Видеомды соңына дейін көріп, қолдап, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Алдымен қамырын ашытып алатын боламыз. Осындай жылы судың үстіне тұз, құмшекер және тыраушь қосып араластырып аламыз. Одан соң үстіне ұнды қосып, жұмсақ, қолға жасыпайтындай қамыр илеп шығамыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін жауып, көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше салмасын дайындай тұрамыз. Фаршты қызып тұрған майда қуырып аламыз. Фарштың түсі өзгеріп осылай қараяды. Енді оның үстіне пиязымызды турап қосамыз. Пиязды да жақсылап жұмсарғанша қуырып аламыз. Одан соң үстіне томатты қосамыз, немесе мен сияқты қызанақты турап қоссаңыздар болады. Қызанақты қосқаннан кейін де жақсылап араластырамыз. Осылай кішкене қызару керек. Енді оның үстіне картоп пен сәбізімізді қосамыз. Оны да жақсылап қуырып алатын боламыз. Қуырып болғаннан кейін үстіне су және дәміне қарай тұз, перец қосып араластырамыз. Бетін жауып жайықтап пісіреміз. Осымен біздің подливымыз дайын. Біздің қамырымыз да көтеріліп дайын болып қалды. Енді үстелдің үстіне ұнды сеуіп, осы қамырымызды бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Қамырымызды дөңгелектеп дайындап қоямыз. Одан кейін біреуін алып, осылай оқтаумен жайып аламыз. Бұл тағам пигуди тағамына ұқсас болып келеді, бірақ айырмашылығы пигудиде салмасы ішіне салынады, ал бұл тағамда подливы өзгеше дайындалады және қамыры бөлек пісіріліп алынады. Менің арнамда пигудидің немесе басқа да ыстық тағамдардың, торттар, тәттілердің түрлі рецептері бар. Арнама кіріп көрсеңіздер болады. Енді қамырымыздың арасына осылай ерітілген сары майды жағамыз және қалауыңызша укропты турап сепсеңіздер болады. Енді қамырдың екі шетін осылай ортасына қарай бүктейміз. Одан соң осылай видеодағыдай барлығын кесіп шығамыз. Енді бір қамырды екінші қамырдың үстіне қоямыз. Бізге осындай таяқша керек болады. Осы таяқшамен ортасын осылай видеодағыдай басамыз және осылай қолымызбен созатын боламыз. Осы таяқшаға қамырды бүктеп, осылай айландыратын боламыз. Сосын осылай дөңгелектеп, ортасына қарай таяқшамызбен басамыз. Нәтижесінде қамырымыз осындай әдемі болып шығады. Енді барлығын солай істеп шығамыз. Біріншісіне қоямыз және осылай таяқшамен басып, созып, таяқшаға бүктеп, осылай айландырып басатын боламыз. Барлығын солай дайындап шығамыз. Енді қамырларымызды мантоваркаға осылай арасын ашық етіп орналастырамыз. 45 минут пісіріп алып, осылай тамақтарыңызды ысына берсеңіздер болады. Мен подливын ортасына салып, бетін пиязбен және укроп петрушкамен сәндеп ұсындым. Момысай тағамы осымен дайын болды. Өте ерекше дәмді, әрі қамыры өте жұмсақ болып шығады. Рет түрі жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Видеомды соңына дейін көрген болсаңыздар, арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған Нұрсұлу. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.